Қайырлы күн медицина университетінің студенттері. Бүгінгі біздің физиология сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырып қозғыш тіндер екінші бөлім. Бүгінгі біз сабақта талдайтындарымыз алдыңғы сабақтың жалғасы. Біз алдыңғы сабақтарда жалпы рефракторлық кезеңдердің абсолютті және салыстырмалы кезеңдерін талдаған болатынбыз. Ал бүгін сол рефракторлық кезеңнің қалған кезеңін жалғастырамыз. Ол аккомодация деп айтылады. Жалпы рефракторлық кезең дегенімізде еске түсіріп алайық. Ол жасуша бір рет қозу потенциалын тудырғаннан кейін оның жаңа қозу потенциалын тудыра алмайтын немесе қиындықпен туғызатын уақыт аралығы. Бұл түсінікті. Ал енді аккомодация дегеніміз не? Ол жалпы айтқанда бейімделу, үйреніп қалу немесе есікті бекітіп қою деген мағына. Жалпы жасуша мембрана ұзақ уақыт бойы деполяризацияланған күйде ұсталғанымен оның қозу табалдырығынан асып кетсе де қозу тудыра алмауы, яғни тітіркендіргіш үшін жауап бермеуі. Оны қалай түсінеміз? Мысалы қараңыздар, кесте. Мынау бізде порог деп алайық, немесе деполяризацияның критикалық деңгейі. Бізде бір қандай да бір фактор қозу тудырдық дейік. Мысалы, мынау порог бізде минус 50 милливольт деп алайық. Минус 50 вольт. Ал бізде қозу 45 милливольттың үстінде жүрді деп алайық. Не? 45 милливольт мына порогқа жетпей қалды. Яғни қозу болмайды бұл жерде. Порогқа жету үшін әлі 5 милливольт керек болған. 5 милливольт. Ал екінші жағдай бар. Егер 50 милливольт қозу 55 милливольттың үстінде болды дейік. Яғни ол бірден болған жоқ. Міне, жай-жайдан көтеріліп бара берді. Жай-жайдан былай көтеріліп бара берді. Қайттан түседі, былай көтеріледі қайттан. Бірақ қозу туындамайды бұл жағдайда. Не себептен деп ойлаймыз? Мысал келтірейік. Мына жерде сіздер екі қолды көріп тұрсыздар және екі темір. Мына темірге мән беретін болсаңыздар, бұл темір қатты қызып тұр. Яғни бұл адам бұл темірге қолын тигізетін болса, күйдіріп алады. Яғни бірден жауап береді тітіркендіргіш. Ал мына сол жағымыздағы темір, ол енді қызып келе жатыр. Қатты ыстық емес. Ал ол адам қолымен ұстап тұр ол темірді. Ол ұстай алатындай. Ал қарасақ, салыстырып көрейік. Бірінші темір қозу 20 милливольт болса, порог қызбай тұрған темір 5 милливольтты көрсетті. 5 милливольтты қозу туындады. Бірақ жеткен жоқ. Ал ол білеміз ғой біз темірдің құрамында электрондар болады. Ол электрондар жаңағы қызуды тасымалдайды, яғни жылу тасымалдайды. Былай ішінде айналып жүріп жылу тасымалдайды. Содан темір жай-жайдан қыза бастайды. Ал оның қыза бастауы, электрондардың жылу тасымалдауы қозғыштықтың қозуды жайлап көтереді. Не былай көтеріле береді уақыт өткен сайын. Темір бірден қызып кетпейді ғой. Не жайлап көтеріле береді. Сол кезде 20 милливольттан асқан кезде асады, 25 милливольттық қозуды көрсетті, бірақ біз қолымызды алып қалмаймыз одан бірден. Өйткені бізге қолымыз үйреніп қалады сол жылулыққа. Ал екінші темір бар ғой бізде. Екінші темірде, мысалы, дәл сондай 20 милливольт дейік, табалдырық. Ал ол темірдегі қозудың күші өте жоғары. Ол темір қатты қызып тұрғасын біз қолымызды бірден алып қаламыз. Ол жалпы 100 милливольттың үстінде қозуды көрсетті дейік. Біз қолымызды бірден алып қаламыз ол жерде. Өйткені күйіп қалады ғой қолымызды алмасақ. Міне, ал мына бірінші енді қызып келе жатқан темірге біздің қолымыз, яғни рецепторларымыз үйренеді. Ол үйренуі аккомодация деп айтылады.
аккумуляция түсінікті ғой. Енді бізде биопотенциал дейтін бар. Биопотенциал дегеніміз жалпы тіндердің немесе мүшелердің қызметі барысында пайда болатын электрлік потенциалдар айырымы. Олар плюс минус деп ажыратылады. Физикадан өттіңіздер. Плюс минус деп ажыратылады. Жалпы бұл тыныштық мембраналық потенциал мен мембраналық әрекет потенциалды шамаларында қалай есептеледі бұл? Қарайық. Ең бірінші тыныштық мембраналық потенциалды талдайық. Бұл жерде тыныштық мембраналық потенциалдары мысалы жүйкеде минус 70 милливольт дейік. Ал қабырғаралық бұлшықеттерде 80 милливольт дейік. Миокардта 90 деп есептейік. Енді қараңыздар, тыныштық мембраналық потенциал дегеніміз, жерде кесте сызайық былайынан. Міне, бұл тыныштық мембраналық потенциал дегеніміз не? Мынау астыңғы линия. Жаңа айтқанбыз, мына жерде порог болады деп. Яғни, мысалы жүйкеде минус 70 милливольт қозу деңгейі. Ал бізде жаңағы қозу туындады 60 милливольтта, порогқа жетпей қалды. Өйткені жүйкенің қозуы минус 70 милливольт күшті талап етеді. Яғни, мысалы бізде қозу 80 милливольт болды десек, бұл жерде қозу болады. Яғни, деполяризация болады ол затта. Міне, дәл солай қабырғаралық бұлшықеттерде 80 милливольт, миокард 90 милливольтты қозуға жауап береді. Ал енді мембраналық әрекет потенциалы деген талдайық. Мембраналық әрекет потенциалында бәрі шамалар басқаша болады. Мембраналық әрекет потенциал, қараңыздар, жүйкеде, мысалы, жүйкеде плюс 100 милливольт деп есептесек, қабырғаралық бұлшықеттерде 110 милливольт, миокардта 120 милливольт. Яғни, мембраналық әрекет потенциал туындайды, когда 100 милливольттық күш туындаған жағдайда. Міне, ол қалай түсіндірейік? Былай түсіндірейік. Бұл жерде, яғни, уже қозу болады. Деполяризация орын алады. Оны қалай түсінсек болады? Біз білеміз, қозу болған жағдайда мына мембрананың сыртында плюс заряд болады, минус заряд болады. Ал деполяризация орын алған жағдайда мына екі ион бір-бірімен орын алмасады. Сыртта минус болады, іште плюс болады. Өйткені олар натрий калий иондарының сипатталуымен жүреді. Қозу болған жағдайда натрийлар ішке кіреді. Натрийдің ішке кіруі ол деполяризацияны білдіреді. Яғни қозу болып жатқанын. Сіздер мынандай кестені көп кезіктіресіздер алды. Мынандай кесте болады. Бізде порог, бізде тыныштық мембраналық потенциалдың линиясы жаңа айтқандай. Бізде қозу болған жағдайда былай сызық көтеріледі, қисық көтеріледі, содан кейін бірден резко тік болып кетеді. Содан кейін өзінің шыңына жеткен кезде ол қайтып түседі. Енді бұл жерде түсіндірейік, мына сызық не үшін былай қисайып барды, не үшін былай тіке кіріп кетіп қалмады деген сұрақ. Өйткені мына сырттағы натрий ішке кіреді, кіруін кіреді, бірақ өзінің канал арқылы, бірақ ол бірден кіріп кете алмайды натрий. Ол натрийдің жайлап кіруі осымен сипатталады. Өйткені натрийден басқа иондар болады мынаның сыртында, мембрананың сыртында. Мына калий тоже шығып бастайды. Өйткені деполяризация орын алған кезде калий шығады дедік. Калийді плюс зарядтары, натрийдің плюс зарядтары, басқа да плюс зарядтар толып кетеді сыртта. Білеміз, плюс пен плюс бір-бірін тебеді. Магнитті алайық мысалға. Білесіздер ғой, магниттің бір жағын бір-біріне жабыстырған кезде олар жабыспайды, бір-бірін тебеді. Ал екінші теріс жағын айналдыратын болсақ, бір-бірімен жабысып қалады. Ол жағдайда плюс пен минус бір-біріне сәйкес келеді. Сол кезде екеуі бірге жабысады. Ал плюс пен плюс келіп қалатын болса, олар бір-бірін тебіседі.
яғни жабыспайды. Дәл сол секілді ол қиналып кіреді натрий басында. Ал ішке толық кіріп болғаннан кейін, нормальный мөлшерде кіріп болғаннан кейін иондардың симметриясы орын алады. Иондардың симметриясы дегеніміз не? Мысалы, натрий сыртта 25 болсын, іште 25. Сыртта жалпы 50 болды. Соның 25-і ішке кірген кезде симметрия орын алады. Екі жақта бірдей болады. Ішінде және сыртында натрийдің мөлшері бірдей болып қалды. Дәл осы жағдайда овершут орын алады. Яғни не? Овершут мына шыңы, пик. Мына астқа кетіп қалды, осы дәл осы жерден басталады. И осы жерден бастап иондардың асимметриясы орын алып бастайды. Мына екінші жақтан калийдің каналы, калий насосы ашылады да, натрий насосы ашылады да, натрий сыртқа шығып бастайды. Сол арқылы іштегі жиналып қалған натрий жайлап сыртқа қарай шығып бастайды. Сол кезде иондардың асимметриясы орын алады. Дәл сол сияқты калийдің насосы ашылады. Яғни ол сырттағы калийді ішке кіргізіп бастайды. Міне, дәл осылай бізде иондардың асимметриясы орын алады. Қалыптыда бұл иондардың асимметриясы орын алады, өйткені сыртта натрий көп болады, іште натрий аз болады. Калий іште көп болса, сыртында аз болады. Ал енді одан кейін натрийдің айттық, натрийдің кіруі бұл деполяризация сатысы, міне көтеріліп барады. Ал натрийдің шығуы реполяризация сатысы. Натрий шығып бастайды, калий кіріп бастайды. Сол кезде қозу төмендеп бастайды. Не? Төмендеп кетті, порогтан төмендеді, тыныштық мембраналық потенциалдан да төмендеп кетті. Бұл уже бұл сатыны гиперполяризация деп атайды. Жазып алыңыздар. Гиперполяризация бұл тежелу сатысы деп аталады. Яғни екінші қозу келсін маяқтан, екінші қозу келгенмен ол қозу тудырмайды. Өйткені мына жақ тежеліп тұр. Белгілі уақыт өткеннен кейін, былай көтерілгеннен кейін бұл қайтадан қозу тудырады. Естеріңізде болсын, гиперполяризация сатысында ешқандай қозу орын алмайды. Просто бәрі тып-тыныш болады. Тыныштық мембраналық потенциалдағыдай. Ешқандай натрий кірмейді, ешқандай калий шықпайды. Не? Енді біздердің талдайтынымыз жүйке бұлшықет және синапстық беріліс. Бұл дегеніміз не? Бұл жалпы мотонейрон аксоны мен қабырғалық бұлшықет арасындағы арнайы синапс. Оның 4 кезеңі бар. Бірінші кезеңі ол пресинапстық аймаққа қозудың келуі. Екіншісі кезең деполяризация. Үшіншісі медиатор диффузиясы. Төртіншісі медиатор түріне байланысты әсері. Ол тежегіш болуы мүмкін, немесе қоздырғыш болуы мүмкін. Енді қарайық. Бұл жерде қандай процестер орын алады? Айттық, кезең-кезеңмен бөліп алдық. Біздерде мындай синапс болады. Жүйкелердің арасындағы байланыс. Мынандай болады. Бұл 3 бөліктен тұрады. Бұл пресинапстық аймақ, синапс қуысы және постсинапстық аймақ. Жаңа айттық, бірінші сатысы ол пресинапстық аймаққа қозудың келуі. Не? Қозу дәл осылай келеді ме? Былайынан келеді ме? Варикоздық кеңеюге келген сәтте екінші саты орын алады. Ол деполяризация. Яғни натрийдің ішке кіруі, натрий ішке кірген кезде мына жақтан кальций каналын ашады. Кальций каналы ашылады, кальций ішке кіріп бастайды. Бұл кальций не үшін ішке кірді деген сұрақ. Біз білеміз, пресинапстық аймақта медиаторлар орналасады. Норадреналин, ацетилхолин және басқа гамма сияқты медиаторлар. Олар мына жақта келетін өндірістік заттар арқылы биохимиялық реакциялар орын алады да, соңында сол ацетилхолин, норадреналин, гамма сияқты медиаторлар пайда болады. Ол медиаторлар мына жерде везикуланың ішіне жиналады. Не? Андай көпіршік болады, соның ішіне келіп жиналады. Өзінің тасымалдағыштары арқылы. Ал сол кальций сол везикуланы жарады. Везикулаларды жарады. Ішінде одан кейін не болады? Үшінші саты орын алады. Осы медиаторлардың диффузиясы орын алады. Яғни везикула жарылғаннан кейін ішіндегі медиаторлар синапстық қуысқа қарай шығып бастайды.
міне осылай. Ал төртінші сатысы ол жаңа қуысқа шығып бастағаннан кейін постсинапстық аймақта рецепторлар болады өзінің. Бұл медиаторлардың әсер ететін жаңа альфа-2, альфа-1, бета-1, бета-2, мускариндік, никотиндік рецепторлар сияқты олар алдағы уақытта өтеміз оларды. Осы рецепторларға келіп отырады мына медиаторлар. Байланысқаннан кейін мына жаққа сигнал жібереді. Мына жақта натрий калий өткізгіш болады. Осыған әсер етеді медиатор келіп. Бұл жерде енді әсер еткеннен кейін не болады? Бұл жерден мына бір көпіршік өте шығын нені түседі? МЭП. Бұл дегеніміз микро қозу потенциалын тудыратын триггер деп аталады мынау. Микро қозу потенциалын тудыратын триггер. Бұлар осы жаққа келген кезде жинала береді. И бұлар жиналып ЕПП-ны түзеді. ЕПП дегеніміз ол толық қозу потенциалын тудыратын триггер. Енді бұл түзілді. ЕПП жаңағы калий мен натрийдің каналына әсер етеді. Яғни бұлар жергілікті тоқты тудырған кезде, мына ЕПП осы жерде жергілікті тоқты тудырған кезде көрші аймақтың мембранасының қозу табалдырығына дейін көтереді. Оны қалай түсінсек болады? Мына ЕПП мына жерде жергілікті тоқты туындатты дейік. Мынандай тоқ туындады, жергілікті тоқ. И осы жерде порогтан асқан кезде осы тоқ келесі көршілес аймақтағы мембрананың қабырғасында әрекет потенциалын тудырады. Міне осы жерде өте күшті қозу туындайды. Міне ЕПП осы тудырады. Жергілікті тоқ. Ең алдымен жергілікті тоқты тудырады. Жергілікті тоқ көршілес аймақтағы тіннің деполяризациясын тудырады. Міне. Енді бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Енді бұл тақырыптарды жалпы қозғыш тақырыбын өзім оқығандықтан бұл тақырыптың қандай қиын екенін білем. Жаңа бастап жатқан адамдарға физиологияны. Бірақ біз осы бастапқы заттарды түсініп алсақ, бұл организмнің қалай басқарылатынын, ал кейінгі уақыттарда басқа системалар осыған тәуелді жүреді. Осыны білсек, қалған физиологиядағы системалар сіздерге оңай болады. Міне, қиын болады басында барлығы. Басы қатты, аяғы тәтті болады деп бекер айтпаған ғой, дәл сол секілді. Ал міне, осымен өз мәресіне жетті біздің сабағымыз. Барлығын конспект ретінде жазып алыңыздар. Одан кейін дәл осылай схема сызып алыңыздар. Біріншісі не болады, екінші сатыда не болады, үшінші сатыда қандай процесс орын алады. Сол кезде сіздерде есте сақтау оңайырақ болады. Ал қош сау болыңыздар. Келесі кездескенше.